Емхана қызметкерлеріне мемлекеттік тілді оқыту 2016 жылдың желтоқсан айында қолға алыныпты. Осы жылдар аралығында барлығы 150-ге жуық медицина мамандарына қазақ тілі сабағы жүргізілген. Емханада әр бөлімшеге жеке-жеке аптасына 2 сағаттан кесте бойынша қазақ тілі пәні оқытылады. Бұл мекемеде бізде 325 адам, оның ішінде айтуға болады 150 адам меңгерді. Қазақ тілін меңгерді, және оның ішінде жақсы сөйлейтін оқушыларымыз бар, қызметкерлеріміз бар, және былтыр біздің қызметкерлеріміз қазтестке тапсырды, нәтижелер қанағаттанарлық болды. Оның ішінде айтуға болады, қазтестке дайындағанда олар тапсырмаларды оңай қарап, оңай орындады. Ешқандай қиындық болған жоқ оларға. Емхананың бір бөлмесі арнайы қазақ тілі сабағын өткізуге жабдықталған. Сыныпта мемлекеттік тілді меңгеруге қажетті құрал жабдықтың барлығы қарастырылған. Тіпті мемлекеттік тілде іс жүргізу үшін қажетті медициналық терминдер сөздігі де сатып алыныпты. Материалдық құжаттар барлығы бар, өздеріңіз көріп тұрсыздар, компьютерлер бар, тақтаны да берді, керекті дидактикалық материалдар, көрнектер берді. Дәрігерлер және қызметкерлер сонымен пайдаланып отырады, қызықшылықтары бар. Дәрігер мен науқас арасындағы диалогта да күнделікті тұрмыста қолданылатын сөздер айтылады. Айырмашылығы медицинаға қатысты терминдер. Сөз тіркестері синтаксистік оралымдар болуы мүмкін. Медициналық терминдер дене мүшелерінің атауына келетін болсақ, науқаста дәрігерде сөйлесу барысында көзге көрінетін немесе кез келген қарапайым адам білетін мүшелер мен ағзалар туралы ғана айтуы мүмкін. Ішкі мүшелері ауыратын адамның өтім ауырады, бауырым ауырады, немесе тоқ ішегім ауырады деп айтуы мүмкін емес. Науқас мына жерім ауырады деп қолымен көрсетуі мүмкін. Дәрігер қалай ауырады, қайтып ауырады деген сияқты сұрақтар қою арқылы оған нақтама қояды. Міне дәл осы сұрақтарды қоя білу үшін де кей кездері медицина мамандарына қазақ тілін білу маңызды. Себебі қазіргі таңда елімізде шетелден қоныс аударғандар арасында орыс тілін жақсы біле бермейтіндер жиі кездеседі. Этот кабинет по изучению казахского языка я начала посещать недавно. Бұл сыныпта өтетін қазақ тілі сабақтарына қатысып жүргеніме көп уақыт болған жоқ. Емханамызда жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқандықтан Шолпан екеуміз бұл сыныпта уақытша бірге жұмыс жасаудамыз. Басқа бөлімшелермен жүргізілген сабақтарды тыңдай отырып, мен де қазақша үйренейін деп шештім. Өйткені біз үнемі көбінде шетелден көшіп келген қазақтармен жұмыс жасаған уақытта мемлекеттік тілден қиналамыз, бір-бірімізді түсіне алмай жатамыз. Ал бұл сыныптың осы мәселелерді шешуде атқарар үлесі ерекше. Кей кездері күнделікті тұрмыста пайдаланатын сөздерден бөлек біз біле бермейтін сөздерде кездесіп жатады. Мұндай уақыттарда біз Шолпан Жадыгерқызын көмекке шақырамыз. Науқасты қай бағытта тексеру керек екендігін анықтау үшін алдымен онымен сөйлесудің маңыздылығы ерекше. Кез келген адам өзінің жай-күйін ана тілінде оңай әрі нақты жеткізеді. Сондықтан медициналық білімді орыс тілінде алған ақ халаттылар қазақ тіліндегі ауру атауларын, олардың белгілерінің қазақ тілінде айтылу ерекшеліктерін білуі тиіс.